Ассалаумағалейкум. Машинада ешқашанда бір кілт болмау керек. Естеріңізде болсын, көлік иелері. Егер де қолыңызда кілт болса, чиппен всегда екіншісін жасап үйге апарып қойыңыздар. Енді барлығы білетін шығар, 2000 жылдан кейін машиналардың кілттерінің ішінде барлығында чип бар. Оны жоғалтсаңыз, үлкен қиын жағдайға түсіп қалуыңыз мүмкін да. Мысалға, Range Rover 2005 жылы, қазір мен ашып көрсетейін сіздерге. Біздің случайда кілт бар. Мынандай кілт. Ашамыз. Сигнализация ойнады. Заводской. Бірақ машина от алмайды. Өйткені негізі кілт мынандай болған. Заводской. Центр замогымен. Осы кілт ашпай қалған. Көлік иесі бұның батарейкасы отырып қалды деп, мына батарейка